ғасыр. Өзбек қан. Тоқты ханның ағасы Тоғрулшадан туған, анасының есімі Баялуын, ата тегі Шыңғыс хан, Жошы хан, Бату хан, Тоқан, Мөңке Темір хан, Тоғрулша. Бала кезінен әп ағасы Тоқтының назарында болған, қатты ұнатып жанына жақын тұтса керек. Біраз заман Шеркеш тарабында жүреді. Содан соң елге қайтарып, мәртебелі әскер басылар қатарына қосады. Үкіміне атаулы аймақ бекітіп береді. Әуел бастан ақ тақ мұрагері санағаны анық аңғарылады. Ресми түрде жариялап үлгерді ме жоқ па нақты айту қиын. Осы орайда батысы бар, басқасы бар, Алтын Орда тарихын зерттеушілер байыбына бара алмай, көңілге тоқи алмай жүрген бір жағдаят, ұлы ұлыстағы тақ алмасу тәртібі, ежелгі түрік қағанатының жол жорасы бойынша қалыптанғаны ілкіде айттық. Тақтағы ханның бел баласы ешқашан бірден бір мұрагер саналмаған. Керісінше ешқандай құқығы жоқ, ең үлкен дәрежеге қолма-қол өтуі әсте мүмкін емес. Құзырлы хан соғыста ма, өз ажалынан ба, дүниеден көшкен соң оның үлкен ұлы емес, басқа ұлдары демес, туған інілерінің ішіндегі беделі зор, ең атақтысы үкімге жеткен. Туған болмаса, немере, шөбере бауырлардың бірі. Бұл жағдаят күл тегін бітігінде нақты жазылып тұр, және бүткіл түрік қағанатының тарихында айғақталған. Осы әлденеше ғасырлық қалыпты рәсімді өзінің ғаламат беделі атақ абыройы мен тежеусіз құзырына сүйенген Шыңғыс хан бастап тұрған еді. Яғни мұрагерлік әкеден балаға. Екемұғыл империясына жалғас Юан патшалығы, Шағатай, Үкетай, Құлағу ұлыстарында осы рәсім күшінде қалады. Ал ежелгі түріктің тікелей дерлік жалғасы далалық көшпенділер рухы сақталған Жошы ұлысында көп ұзамай-ақ ескілікті тәртіп қайтадан іске қосылғанын көреміз. Батудан соңғы Сартақтың тағдыры осы байырғы төре заңы негізінде шешілуге тиісті. Ендігі хан Беркеден соң әлденеше ғасырлық ескілікті низам қайтадан күшіне кіреді. Яғни хандық мәртебе ағадан ініге көшпек. Алдын ала ескерсек, ел басында 30 жылға тақау отырған Өзбектің құзырымен бұзылған. Яғни туған ұл Жәнібек, одан кейін Жәнібектің ұлы Бердібек. Әйткенмен ұлы ұлыс үшін мүлде тосын, рәсім үлкен бұлғақ кезінде қайтадан теріске шығарылған. Сонымен Тоқтының тағына бірден бір заңды үміткер Өзбек болатын. Қазіргі заман зерттеушілер Тоқтының баласын іздеп жатады. Нақты жағдаят жаста болса, жақсы қабілетімен көрінген үлкен ұл Елбасардың әкесінен 2 жыл бұрын өтуі. Ескілікті кейбір деректерде Тоқтының артында ұрпақ қалмады деп айтылады. Болса да таққа ұмтылмас еді. Өткен 60 жылға тақау ұзақ уақыт бойында тақ алмасудың ежелгі түрік рәсімі қайтадан қалыптасып кеткен. Есебі Тоқтыдан соңғы таққа талас, оның ішінде әлдебір тікелей мұрагердің зорлықты қазақ ұшырауы, осы реттегі қырғын, кейбір парсы деректерінде сырттан пішілген құрғақ долбар саналуға тиіс. Өзбектің қан көтерілуіне қарсы болған және қазақ ұшыраған әлдебір ұлықтар жайы шындық десек те, жаппай қанды қырғын орын алмаған сияқты. Ондаған тіпті жүздеген алпауыттың өлімге кесілуі, ұлы ұлыста бұрын болмаған сұмдық ретінде бірер емес, әлденеше еңбекте қатарынан, оның ішінде араб тілді тауарихтарда атап көрсетілер еді. Қайткенде мезгілсіз кеткен Тоқты ресми түрде мұрагер деп айғақтамаған күннің өзінде иесіз қалған таққа ең жақын әрі бірден бір лайықты тұлға Өзбек деп танылмағы күмәнсіз. Айттық, Тоқтының бар жоқты туған ұлы жөнінде сөз болуы да мүмкін емес. Басқа бір дөмді үміткер шықса, оның есім сойы мағлұм болар еді. Десе де ел тағдыры үшін шешуші жағдаят дау-дамайсыз дегенмен біршама қиындық туған сияқты. Ақыры үміткердің туған бөлесі Бекілербек Құтылық Темір бастаған алпауыттардың шешуші әрекеті нәтижесінде Өзбектің мерейі үстем шығады. Ғижраның 712 санаты Рамадан милади 1313 сиыр жылы январ айында Сайын ханның алтын тағына ие болыпты. Әлбетте, бірегей келісім атаулы құрылтайдан кейін Тоқтының көзі жұмылған соң 5 ай өткенде. Аз да көп демес қалыпты жағдай, табиғи меже. Өзбек ата жолымен Жошы ұлысының дәстүрлі сыртқы саясатын одан арман жалғастырады. Әуелгі кезекте Мысырға елші түсіріпті. Достық қатынас, әскери одақ мәселесі. Алайда Мәмлүк сұлтаны Ән-Нәсір жаңа бір майданға құлшына қоймаған сыңайлы. Көп ұзамай Елхан ұлысымен арада бейбіт келісім жасасады. Әйткенмен Алтын Ордадан сырт айналды деген сөз емес.
бауырлас жақындық әуелгі қалпында тұрғандай, тіпті бұрынғыдан да жымдаса түспек. Сұлтан аталас туыстықты қандас құдалықпен бекітуге бейіл танытады, яғни жошы әулетінен қыз айттырмақ, өзара елшілік алмас. Бір шама машақаттан соң екі жақты келісімге қол жетеді. Қалыңдықтың есімі Тұлын бике. Бір деректерде Тоқтының інісі Бөрліктің қызы, енді бір орайда басқа бір оғланнан қайткенде де Батуханның тікелей нәсілі. Араб тарихшыларда кейінгі зерттеушілерде көп жазып, көп айтқан құдалық келіссөздер үстінде қыз жағы ниһаятсыз көп қалың мал сұрады дейді. Тұпа-тура 1 миллион динар. Қан қазынасын толтыру және аралықта жүрген делдал көпестердің тамағын тығындау үшін. Байлық әлемнен асқан алтын орданың тіршілік ахуалы бір қыздың құнына қарап тұрғандай. Анығы пұл үшін емес, Шыңғысхан тұқымынан шыққан қалыңдықтың артықша бағамын әйгілеу үшін. Ақыры Тұлын бике 1320 жылы май айында Нілдарияның жағасына келіп жетеді. Өзіне лайықты барлық сән салтанатымен тұтас бір елшілік 400 кісі және тағы қаншама қосшы қызметші бар тиесілі рәсім. Қажетті сияпаттан соң арада 2 апта өткенде Ән-Нәсір бин Қалауын сұлтанмен некесі қиылған. Соншама қиырдан қиысқан сан салтанатпен басталған мәртебелі некенің арты игілікке айналмапты. Алтын ұрықтан шыққан текті қыз жаңа жұрт жаңа жерде бақыт таппайды. Ән-Нәсір сұлтан төре нәсілді қосағынан көп ұзамай-ақ жеріп шығады. Арада көп ұзамай енді бір деректе 8 жылдан соң бір жолы талақ етіп, әлде бір мәмлүк әскербасыға беріп жіберген екен. Бұдан соң ол күйеуі өліп басқа бір кісіге телінеді. Одан кейін тағы бір жаңа күйеуге. Әжептәуір заманда төркін жұрт өзбек қанға асыл текті қыздарының аяқасты жағдай туралы сорақ хабар жетеді. Арнайы елші келіпті. Үлкен реніш, қызымыз ұнамаса кері қайтар деген қатаң талап. Міне осы кезде Мысыр сұлтаны күтпеген ақпар береді. Тұлын бике Алланың ағажалы жетіп арада жыл озбай дүниеден көшкен. Дін өкілдері қағаз жүзінде растаған куәлік жасап қойыпты. Әуел бастан өте бір ыңғайсыз, алдамшы жағдай. Кейінгі тарихшылардың өзі сұлтанның аярлығын айыптаған. Мәселе Сақарада бұла мінез еркін өскен төретекті Тұлын бикенің Ән-Нәсірге әлденеден жақпай қалуында тұрған жоқ. Мүлде ұнамасын. Соның өзінде Шабындыдан келген күң емес, қатын мәртебесі сақталмасын. Байдан байға өткізбей, гаремдегі көп канизақтың бір ретінде жүре беруіне мүмкін ғой. Жоқ, кісілігі кем Мысыр әмірі қорлыққа бейім сорақ істен тартынбапты. Енді қайын жұртына жалған сөйлеп, жеке басы тағы бір былыққа ұрынды. Ақыры Тұлын бике жат жерде, бөтен ортада қападан көз жұмған. Шамасы 1340 әлде 1342 жылы заманауи жазбаларда құдалық рәсімінен бастап, кейінгі тағдырға дейін бажайлап сыпатталған. Бар тарихта нақты жазылған жағдаят, аттап кете алмадық. Шын мәнісінде Мысыр мен Жошы ұлысының арасын суытқан ерекше оқиға болғандықтан, осымен мәмлүк сұлтаны Ән-Нәсірдің саясатқа сыйыспайтын адамшылықтан шет орайсыз қылығынан соң екі ел арасындағы дипломатиялық қатынастар тоқталмағанымен, бұрнағы достық, туыстық жағдаяттарға көлеңке түсіп, әскери одақ мәселесі жоққа айналады. Ұлы ұлыстың іргелес көршісі әрі ең басты дұшпаны Құлағу әулетінің билігінде тұрған Иран, Илхан мемлекетімен аралықтағы кейде айрықша қан төгіс, көбіне үздік-создық ұрыс майдан ешқашан тыйылмаған. Өзбек ел үкіміне жете сала, ол жеті ханға атаулы елші жібереді. Аррам мен Әзербайжан және Гүржістан бабамыз Шыңғысхан заманында біздің үлесімізге кесілген еді. Жойдақсыз зорлықпен күні бүгінде басып ұстап отырсыңдар, тезінен түбесіне қайтаруды талап етеміз деген. Әрине, жаңа бір соғысқа сылтау. Ол жеті хан тиесілі теріс жауабын береді. Алайда ұлы ұлыс жаңа майдан ашпайды. Бір кілтипан бұл кезде Мысырдың әскери одақтан шығып кетуі. Әйткенмен ең басты себеп ел үкімін енді ғана қолына алған өзбек кең көлемді тұтқиыл соғысқа дайын емес еді. Әйткенмен бейбіт жағдай тым ұзаққа созылмады. Ғижраның 718 жылы қыс ортасында, милади 1318-1319 жылдар жапсары, Тоғылықтың ұлы өзбек Сақсым мен Қыпшақ шегінен аттанып, қылыштарын жалаңдатқан қисапсыз әскермен басып кірді. Әргісінің қосар үш аты бар еді. Қабары жеткенше ашулы арыстандай ақырып, тасқын судай қаптап, жолындағының бәрін жапырып, темір қақпадан өтті деп жазған Уассап. Осы аймақтағы қорғауға тиіс Тарам, Таз,
әмір мұншама мол басым күшке қарсылық дауа таппай, амалсыз кері шегініп, ішкер ордаға бет түзеді деп жалғастырады. Бұдан ары қасқы тұрақта жатқан Әбу Сәйд хан тезінен қам жасайды. Рәшид әд-Дин кітабының жалғасы кейіпті. Зайыл-и Жәмиғ әт-Тауариғ атты авторы белгісіз, бәлкім Хафиз-и Абру түзген еңбекте уассап деректері нақпанақ қайталанады. Бұдан ары Әбу Сәйд хан қолда бар азды көпті әскерімен Кура өзенінің жағасына келіп жетті дейді. Жау әскері, яғни Қыпшақ жағы қаптай жайылып, қарсы қабақта тұр екен. Елхан әскері арналы өзен сыртында шеп құрады. Ізінше табиғи қорғаныш тасасындағы әскерге жаңа бір жасақтар келіп қосылып жатты дейді. Қақ ортада өткелсіз дәрия, екі жақта шатыр тігісіп орнығады. Аңыз аңдап қанша тұрғаны белгісіз, бәлкім бір апта, бәлкім 2-3 апта. Қарды жаңбыр қақаған суық, оның үстіне бүткіл аймақта азық-түлік тапшылығы туған. Міне осы кезде Құлағу ұлысы жағынан тұтқынға түскен екі аламан жауаптасу кезінде тосын хабар айтады. Осыдан біраз бұрын Байлахан тарабындағы әмір Шобанға хабар жеткен. Қолма-қол 100 000 әскермен үдере аттанған көрінеді. Кура бойын емес, Қыпшақ әскерінің қайтар сорабы Дербент жолында тосып алмақ. Біздің іздеп келген әскеріміз ту сыртымызға шығып кетіпті дейді өзбек. Оның үстіне Кураның арғы жағасындағы жаудың қарасыны көбейіп барады. Енді жаңа жағдайда екі оттың ортасында қалмас үшін кері шегінуге жарлық береді. Төтесінен жеткен бас уәзір Шобанмен аралықта үлкен майдан болмайды. Қарсы жақ қашанда өзін өктем сипаттамақ. Иран тарихшылары үлкен жеңіс деп дабырлағанымен атаулы ұрыс өтпеген. Қыс көзі қырау, тұтқиыл шапқын жүзеге аспаған соң Қыпшақ әскері табиғи берік бекініс Кура өзенінен кері қайырылды. Ал араб деректерінде Шобан Қыпшақ әскерінің ізінде кесе алмай қалды деп айғақтаған. Керісінше өзбек хан бүткіл Мұған алқабын жайпап кетті дейді. Алайда кейінгі батыс тарихшылар әуелгі бәрін өзіне бұрған парсы жазбаларын сол қалпында қайталап жүргенін көреміз. Арада 15 жыл өткен соң 1335 жылғы күзгі жорықта айтарлықтай нәтиже бермейді. Ұлы ұлыс қосындары тағы да Кура жағасында берік шепке ұшырасады. Лайсаң күз, мазасыз жауын, ылғалды ауа, әскер арасында әрқилы сырқат кеңінен тарала бастайды. Дәл осы кезде Хорезмнен жайсыз хабар жетіпті. Ел ағасы әйгілі Темір Құтылық әмір дүниеден өткен екен. Яғни ұлыстың бір тарабы иесіз қалды деген сөз. Тағы да нәтижесіз керіс шегініс. Иран жағы және бір жеңіс тапқандай, шындығында бұл жолы да үлкен ұрыс түгілі шамалы қауға болмаған. Қамдаллақ Қазунидің жазуынша Дербентке аман жеткен көпшілік жұрт патшалық орнында барымыз басымызда артық байлықтың қажеті қанша деп қанағат тәубе айтқан көрінеді. Әбу Бәкір әл-Ахраридің Шейх Уәйс тарихында қызғылықты бір дерек бар. Кураның жағасына жеткен екі әскер арнадан асыра садақ тартысып, бірнеше күн қарама-қарсы тұрды дейді. Сол жылы жазда жаңбыр тым аз жауған еді. Атқа шөп жоқ, Қыпшақ қосындарының қарсы бетке өтуі тағы мүмкін емес. Ақыры өзбек хан жағалауға келіп, аған суды қылышымен ұрды да, «Шын бақадүр сен екенсің» деп бүткіл әскерін кері бұрды деген. Қайткенде өзбек хан үкім құрған 30 жылда бұрнағы тепе-теңдік сақталғанын көреміз. Осы екі аралықта өзгеше бір кілтипан бар. Елхан Әбу Сәйд Ғижраның 736 санаты Рәбби әл-Әуәл айында 1335 қазан мен қарашаның 9-ында төтенше қазаға ұшырайды. Өзінің бас бәйбішесі Бағдат қатын улап өлтірген екен. Тектен тек емес, туған әкесінің кегі ретінде. Бұл әке Әбу Сәйд ханның бала кездегі атабегі. Және осы ұланы үкімге жеткен соң шын мәнісінде бүткіл Құлағу ұлысының тежеусіз әміріне айналған Шобанбек болатын. Нешеме жыл бойы ханды қалауымен жүргізген және уақыт оза келе әскер ісі ғана емес, бүткіл мемлекеттік саясатты толығымен қолына алған. Бағзыда Ғижраның 716 санаты милади 1316 жылы Елхан Олжейтінің дәмі таусылған. Тақ мұрагері Әбу Сәйдтің бұғанасы бекінбей тұрған аралық кезеңде өзбек ханға сөз салған. Бүткіл Құлағу ұлысын қолың ал, Қыпшақ пен Ғажам екі елге ортақ қан бол деп. Бір заманда шоғайсыз байтақ екі моғол ұлысы бір тұтас қаламат империя болды. Енді сол ежелгі жұрттың бір тарабы қайра тұтассан несі бар?
Басқаны айтпағанда 40 жыл бойғы тынымсыз қан төгіс тоқталар еді ғой. Өзбек мақұл көрсе керек. Алайда ықпалы зор Темір Құтылық араға түседі. Тәрізі Бекілербек қана емес, тағы қаншама уәзір мен ұлық тым жайлық бетеміз. Бүткіл Иран одан арғы және қаншама қонысты толық игеріп отыру мүмкін емес. Әрқилы бұлғақ, тафриха шығуы мүмкін. Жарым әлемді қамтып жатқан дәшті қыпшақты берік ұстап тұрсақ та жетіп жатыр. Кеңейеміз деп барымызды пішіратып алмайық. Тағы қаншама қарсы сылтау айтқаны белгісіз. Әйтеуір өзбек қанды құлағы ұлысымен ұжымдасудан бір жола айнытады. Мүлде қисынсыз жағдай. Теріс тартудың негізгі себебі қолда тұрған ұлыстың бірлік берекесі бұзылмақ емес, мүлде бөтен кілтипан дер едік. Жош ұлысына құлағы иелігі қосылар болса, бүгінгі Бекілербектің толық үкімі жартылай ғана сақталмақ. Басқа ұлықтарда сырттан қосылған әмірлер қатарында қалады. Кемшін болмаса да көптің бірі. Ең бастысы бүгінгі қыпшақ бірегей түрік текті ұлыс. Ал Иран билеуші тобы туыстас демесек, парсы тектілерді айтпағанның өзінде қырық-ру жұрт. Ішкілік басқаруда әрқилы жаңа қиындықтар тумағанық. Яғни жеке бас мәртебесімен қатар болашақ зор ұлыстың келешегіне күмән туғанын теріске шығаруға болмас. Әйткенмен бас біріктірген ақыр түбінде үлкен игілікке жеткермесе де, алдағы қаншама қатерге тосқауыл жасайтын еді. Ақыры тымарынан ойлаған қыпшақ ұлықтарының барлық қаупы өзара қосылмақ ниетті мәнсұқ еткені тұрыпты. Еселеген зұлмат ретінде алдан шығады. Яғни екі ел арасындағы өткенге жалғас қайшылықтар ақыры түпке жеткен ғаламат соғыстар. Бұл келешек бітіспес майданның әуелгі толқыны. Әзірше тепе-тең жағдайдағы ұрыс соғыспен кезектес шапқындар қайыра басталады. Осы орайда өзбек ханның ең басты қарсыласы бітіспес жауы кеше көзіне бейіл Әмір Шобан болып шықты. Иә, айттық, ақыр түбінде атаусыз патшаға айналған Шобан 1327 жылы бұған дейін жарым патша болып келген Әбу Сәйд ханның жарлығымен қазақ ұшырады. Шобанның қызы Елханның бас қатыны Бағдаттың көкірегіне қан қатқан екен. Аңысын аңдап жүріп арада 8 жыл өткенде туған күйеуін улап өлтіреді. Көп ұзамай әшкере болып өзі де жазаға тартылған. Қайткенде Әбу Сәйд құлағы ұлысының берекелі ең соңғы ханы болып шықты. Келесі хан Арпа, оған жалғас Мұса, одан кейінгі Мұхаммед әрқайсысы бір жылдан ғана тақ ұстайды. Үздік жұлық тақ алмасы бұдан соң да тоқталмайды. Көп ұзамай Елхан Иран патшалығы біржола ыдырап, нәтижесінде бүткіл түрік ұлыстарының жендеті, жүмілә мұсылман қауымының бітіспес дұшпаны, қайткенде бар салтанаты өзінің өктемдік өмірмен шектелген ақсақ темірді алға шығарып еді. Мұның бәрі әжептәуір кейін. Алайда осыншама сұмдыққа жол ашқан тартыншақ, шолақ ойлы ұлықтарынан аса алмаған өзбек ханның ең үлкен қателігі деп қойыңыз. Төстіктегі құлағы ұлысымен ара қатынас осындай. Аумары төкпелі болғанда келешекте Алтын Орданың бір жолы ыдырауына екінші себепкер Мәскеу кінәздігінің өміршең рух алуына, діни қуат тауып тұғырын бекітуіне дем берген Византиямен аралық мейлінше тыныш тіпті достық туыстық жағдайда қалыптасады. Византия Басилевс Андроник үшіншінің қызы, жаңа жұртында таналуын қатын атанған бас бәйбішенің арқасы, Константинопол сарайынан қатын келтіру Алтын Орда үшін дәстүрлі салтқа айналғандай. Қатын алуған емес, 3 айыр майда ділі бар Византиямен аралықта берік бекіген бейбіт рәсім. Жақынды танымаған кең қолтық жұрт алысты қалай байыптасын. Іргелес бодан орыс елімен аралық қатынасты жаңаша сипат табады. Бұл кезде орыс жұртшылығының арасында бұрнақ өзара қырқыс, әркін әздік жеке бір халық есебінде тіршілік жасаған алауыз заман жоққа сайған. Батудан бастап бәрі де орда хандарының билігінде, бектердің бекімі Бұқара жұртының тіршілігі де жаппай татар атанған қыпшақ қауымының райына қарап тұр. Әрине ең алдымен ежелгі кінәз әулеттері. Бұл кезде әбден еш жиып заманын қайын тапқан солтүстіктегі боданның ығы-жығы жұртында үлкен үкімге талас екі әулет озғындап шыққан. Мәскеу кінәздері және Твор кінәздері. Өзбек бұл ретте де байыпты саясат ұстана алмапты. Бірде Мәскеуді көтереді, бірде Твор тәуір көрінеді. Олы кінәз мәртебесі әлден еш рет алмасқан ақыры мейлінше сенімді кейінгі қазақ қалталы қара Иван атандырған шын мәнісінде бүткіл орыс шегінде ең үлкен билікке жеткен Иван Калита болып шығады. Яғни Москва. Уақыт оза келе бүткіл Русия осы Москва кінәздігінің төңірегіне топтасқаны,
Ақыры түбі Алтын Орданың түбіне жеткен. Аяусыз жыртқыш жаңа бір патшалықтың өсіп шыққаны белгілі. Әзірше одан арыға бармайық. Бұл тарап Алтын Орда құрамындағы орыс елі туралы алда арнайы сөз ету қажет болар. Бұл кезде тек орыс қана емес, шығыс Еуропада тосыннан күш алған Молдовия және Галиция, яғни сол замандағы түстік батыс рус ырықтан бір жола кетті. Польша мен Литва күшейді және бұрнағыдай аңдып тек қана қорғанып отырған жоқ, қарсы шабуылға көшкен. Тіпті Батухан заманынан бері де бауырда тұрған Киевті басып алды. Мұның бәрі болашақ апатты заманның әуелгі бір елесі болатын. Әйткенмен күшейіп, аз-мұз еркіндікке жеткен сыртқы жұрттар, ал негізгі қоныс ежелгі Қыпшақ кейінгі ұлы ұлыс өз салтанатының шырқау биігіне шыққан сияқты. Алтын Орда төңірегі түгел сөзсіз санасатын, алыс жақын жұрттың бәрі құрмет тұтып именіп тұратын алып мемлекет ретінде мәшһүр. Жері бай, халқы мол, әскері қисапсыз және қуатты. Сондықтан Өзбек хан заманы Алтын Орданың ең бір дәуірлеген кезеңі саналады. Бұрнадан күні бүгінге дейін шынымен ақ, алайда осының бәрі Өзбек ханның білігімен қатар түрік текті Қыпшақ тілді байырғы жұрттың ұлылығының нәтижесі болатын. Өзбектің ата тағына жетуінде оның мұсылманшылығы шешуші қызмет атқарады деген түсінік бар. Нақтысы мұсылман дінін қабылдамақ ниеті. Ниеттен бұрын өзін қолдаушыларға берген уәдесі мен мойынға алған міндеті ешбір қисынсыз долбар. Нақты айғақ Өзбек Алтын Орда тағына жеткеннен соң 8 жылдан кейін ғана пайғамбар жолына түскен. 1 жыл, жарым жыл, тым құрса 2 жыл емес, 8 жыл тұтас патшалық дәуір. Рас, Өзбекті қолдаушылар қатарында ислам жолындағы Бекілербек Темір-Құтлұқ бастаған алпауыттар шешуші қызмет атқарды. Алайда ислам жолы үшін емес, ұлыстың берекесі Сайын ханның тағына парасатты, ғаділ және жауынгер хан отыру үшін. Ең бастысы құдіретті жиһангеш Шыңғыс хан салып кеткен сара жол бұзылмау керек. Барлық діннің құқығы тең. Ұждан мен сенімге қатысты қандай да алалық қылмыс есепті дейтін қағида. Өзбек алдағы уақытта мұсылман болмақ үшін емес, дәп осы кездегі бірден бір лайықты әрі заңды мұрагер саналып қан көтерілді. Егер ғайри діндегі әлдекімдер қарсылық танытып жатса, алыс болашақтағы дерексіз мұсылмандық есеп емес, мүлде басқа саяси немесе пенделік себептермен. Әуел баста Өзбектің ішкі ниеті ғана емес, хан тағына жетсе ислам дінін қабылдамақ міндет серті болды ма? Жоқ, мұндай шартқа бойұсынып пәтуаға бас байлауы қисынға келмейді. Айттық, атаулы уағдасын аяқ асты етіп тұтас 8 жыл бойы созбақтауы қандай ақылға сияды. Бірақ ақыр түбі хақ дінге мойын ұсынды ғой. Анық, тек мүлде басқа себеппен ұжданы оңға бұрған шығар. Ең бастысы өзінің қанды үкімін бекіте түсу үшін және халқының қолайын тауып үшін. Рас, осының алдында ғана тәңірі танымды әбағасы тоқты ешқандай шырғалаңсыз үкім құрды. Бірақ ендігі ахуал жаңаша сыпат алған. Бұл кезде ел тұтқас ұстаған ұлықтардың басым бөлігі және бұқара жұрттың біразы ислам жолына риясыз бет бұрған тәрізді. Яғни ел иесі қайткенде бодан жұрттың ыңғайында болу керек. Осы орайда кейінгі заманда әйгілі француз королі Генрих IV аузынан шыққан ұтымды лепес еске түседі. Париж Мессаға татиды, яғни патшалық үшін дінге кіруге болады деген. Елдегі қырғын азамат соғыстың ақыры Гугенот көсемі Генрих Наварр Парижді берік ұстап отырған католик қауымының біздің дінімізге көшсең, Париж сенікі болады деген ұсынысын қабылдайды. Сөйтіп әуелі Парижді алып, содан соң бүткіл Францияны хұзырына келтірген. Өзбекке мұндай шарт қойылған жоқ. Алайда көпшіліктің көңілін тауу үшін уақыт оза келе исламға бой ұрды. Өзінің де оң ниеті шығар. Сонымен қатар арыдан толғаған саяси есеп. Бұл кезде дәшті Қыпшақ қауымының мұсылманшылығы қаншалық болғанын тап басып айту қиын. Анығы негізінен ата-баба танымында исламдық сана тым шалағай, әйтпесе мүлде жоқ. Алайда ұлы ұлыстың ең бір өркендеген, қисапсыз бай және заттық әм рухани мәдениеті жоғары, халқы мол, әскери тұрғыда қуатты үлкен бір уәлаяты Хорезм атам заманынан міне шамасы 6-7 ғасыр бойы ислам жолында келеді. Шығыс дәшті Көкорда шегіндегі ұлыстың күретемір аймақтарының бірі, енді Сырдария атала бастаған Сейхун бойы Отырар мен Жанкент, Сығанақ пен Жент және аралары тақау,
мұншақша дізілген тағы қаншама қала мен ауыл ежелден бері түгелдей мұсылманшылық ауқымда. Батыс дәштінің терістік беті Ақеділ бойындағы бай әрі бақуатты ежелден қажырлы бұлғар да 4 ғасырдан бері қақ дінде. Сонда Еділдің ортағысы мен етегі бұдан арғы батыс атырап қана аралық жағдайда тұр. Бастан аяқ мұсылман емес, бөтен бір діндердің де үстемдігі жоқ. Пайғамбарым беті азды көпті үлеске жетіп орнығып отырса керек. Ең бастысы ислам дінділердің бүткіл ұлығылыс шегінде, елдің саяси басқару жүйесінде ғана емес, сауда мен кәсіп төңірегіндегі салмағы да біршама екені аңдалады. Астана сарайдан бастап Еділ бойындағы қалалардың барлығында сәулетті мешіт, шәкірттерге арналған медреселер бар. Енді діни уағыз орталығына айналған шаһар, кенттердің барлығында жаңа мешіттер бой көтеріп жатыр. Алып империя ислам жолына қайрылмастай бір жола бет бұрды деген сөз. Байтақ елдің алғы замандағы тұтастығы үшін шартты түрдегі болса да діни бірлік қажет еді. Тағы бір жағдаят, бұл кезде ел хан Иран ұлысы исламға бейімделген. Іргелес туыстас Мәуереннахр мен Жетісу ежелден ислам орайында. Көбіне тату, нәсіл тегі бір, тілдері мен әдет ғұрып үйлес, аралас құралас жұртпен аралық бұдан да жақындаса түспек. Түйіп айтқанда жошылысында исламның мемлекеттік дін ретінде бір жола бекуі бүткіл түрік қыпшақ қауымының болашағын айқындаған шешуші қадам болды. Әйтсе, бүйтсе демейік, рас халқы мол, жері кең, бодан жұрт орыс елімен аралық қатынас әуелден күрделі. Бұрында ұлығылыс пен діни тұрғыдағы бірліктен тыс тұрған, енді одан арман алыстамаса керек. Сонымен қатар, біздің далалық жұрттың бірте-бірте христиан дінін қабылдауы да ғажап еместі. Өзбек ханнан соң 2-3 ғасыр соңыра бодандыққа түсірген, саны еселеген артық рухани қысымға бейім, өктем қауым қашанда өз дегенін жасайды. Мұндай қысымшылық жағдайда біздің Сахара ептеп бастап түптің түбінде Айса жолына бір жола түссе, ежелгі түріктік негіз ақыр соңында жоққа сайып, мына бәрімізде құбақан орыс болып шығар едік. Ғайри діннің артық немесе кемістігінен емес, үстем жұрттың жаныштау құралының күшімен. Мәселе діни сенімді өзгертумен шектелмейді. Алдағы тарихың басқаша тартылып, ежелгі рухың өшіп, мүлде басқа бір халыққа айналатын едік. Халықта болмас едің. Дінің ортақтасқан соң бірте-бірте орыстанып, ақыры ұлт ретінде жойылуың анық. Біздің қазақты орыстық, әуелде патшалық, кейінде коммунистік ұлтсыздық дертінен сақтап қалған үлкен игіліктің бірі ислам діні болды деп айтар едім. Қош, сөз орайымен ілгері кетіп қалдық. Өзбек ханның исламдық танымды Алтын Орданың ресми дін ретінде қабылдауы біздің түрік қыпшақ қауым үшін үлкен игілік болғанын, яғни жұртымыздың өзіндік тұғырын бекітудің мән мағынасын айғақтау үшін.